Индонезияда Ахмад Сураджи деген шаман болған. Бұл кісінің әкесі шаман болған, кішкентайынан баласын шамандыққа, колдовствоға үйреткен, бірақ баласы памяты нашар болып үйрене алмаған. Мектепте де нашар оқыған, колдовствоны да үйрене алмаған, солай 19 жасында үйінен қашып кетеді. Бұзық бала біреумен ерегісіп қалып өлтіріп қоя жаздап түрмеге түседі. 10 жылдан кейін түрмеден шығып, тағы бір бұзықшылыққа қайтадан түрмеге түседі. Екінші рет түрмеде жатқанда түс көреді. Түсінде саған шамандық қасиет бойыңа енді дейді. Енді сен целительсің дейді. Түрмеден шыққаннан кейін орманға жалғыз кетіп, ұзақ уақыт орманда болады, шамандықты қабылдау үшін. Орманнан үйіне оралған соң үйленеді. 3 қызға үйленеді. Бірден апалы сіңілі қыздарға үйленеді. Бәрі бірге бір үйде тұра береді. Адамдарды шаман ретінде, емші ретінде қабылдай береді. Сөйтіп жүргенде тағы да аян түс көреді. Түсінде қайтыс болып кеткен әкесі 70 әйелдің түкірігін, яғни слюнасын ішсең, үлкен целитель, үлкен емші боласың дейді. Яғни жасаған магияңның күші көбейеді дейді. Сол ритуалды орындау үшін үйінің артындағы поляда яма қазады. Бірінші келген клиент бағым ашылмай жүр деп айтады. Бағыңды ашу үшін ритуал жасауымыз керек, жүр деп поляға апарып ямаға түс дейді қызға. Қыз ямаға түседі, беліне дейін топырақпен көмеді. Қыз ойлайды, бір ритуал істеп жатыр екен деп. Сол кезде шнурмен қылқындырып өлтіріп, аузындағы слюнасын ішеді. Солай 11 жыл бойы 42 әйел өлтіріп, сол поляда көме береді. 11 жылдан кейін сол ауылдың бір тұрғыны шошқаларына шөп орып алу үшін сол поляға барады. Жаңбыр құйып кетеді, сонда да шөпті ора береді. Сол кезде лайлардың арасынан адамның денесі көрінеді. Қорқып кетіп, сол ауылдың басқа адамдарын шақырып келеді. Полицияға звондап, ана адамды қазып алады. Табылған дене мына қыздың денесі екен. Істі тексере келе, бұл қызды рикшамен әкеп тастаған таксист целительдің үйіне апарып тастағанын айтады. Солай шаман Ахмад ұсталады. Шаманмен қоса 3 әйелі де ұсталады, өйткені әйелдері де бұның ритуал жасап жүргенін білген. Особенно бірінші әйелі ямада жасалып жатқан ритуалға қатысып көмектесіп жүрген күйеуіне. Бұдан кейінгі 2 әйелі клиенттерді шақырып жүрген. Ахмад сотта бәрін айтып берген. Шамандық қасиетімді күшейту үшін 70 әйел өлтіруім керек еді, 42-сін өлтірдім. Поляда қай жерде жатқанын да айтып берген. Солай Ахмад ату жазасына кесіліп 2008 жылы казнь болады. Әйелдері де сотталады. Аргентинада 2001 жылы болған оқиға. Наталья деген 15 жасар қыз подружкалармен вечеринкаға баратын болып шешеді. Мектепте жақсы оқыған қыз, классының старостасы, вечеринкаға бывший жігіті келет деген соң барғысы келген. Ата-анасынан сұрағанда подружкасының үйіне қонатынын айтқан. Солай Наталья клубта болып жатқан вечеринкаға подружкаларымен барады. Барса, бывший жігіті басқа қызбен келген. Оларды көрген Наталья настроение түсіп кетіп, вечеринкада ұзақ болмайды. Подружкалармен қоштасып, бір өзі кетіп қалады. Сол түннен кейін Наталья із-түссіз жоғалады. Ата-анасы подружкасының үйінде деп ойлаған, ертесі күн кешке дейін күтеді. Қыздары оралмаған соң подружкасының үйіне барады. Барса, подружкасы кеше түнде кетіп қалған ол дейді. Ата-анасы полицияға хабарласады, больницаларды іздейді, қызды еш жерден таппайды. Полиция 15 жасар қыз мүмкін өзі қашып кеткен болар деп айтады. Қызды 4 күннен кейін мынандай жерден табады. Алдын бұл жерлерді іздестіргенде қызды көрмеген. Бірақ 4 күннен кейін қыздың денесі осы жерде жатқан. Қыздың өлі денесін экспертизаға әкетеді. Барып тексергенде анықталады, тырнақтарын бәрін кесіп тастаған қыздың, уликаны жасыру үшін. Сонда да қыздың денесінен 5 адамның ДНК-сы табылады. Қызды ұрған, зорлаған, денесін темекімен күйдірген, қылқындырған шнурмен, басынан тупой предметпен ұрған, мойнында подарочный знак сияқты символ тұрған. Істі тексергенде бірінші Густаво Фернандес деген мына кісі ұсталады. Бұл кісінің бірнеше судимості болған. Бұл кісі полицияның шестеркасы болған, яғни информаторы. Сол клубта бір полицияның туған күні болған. Сол кезде сол туған күні болып жатқан полицияға мына шестерка бір қызды подарок жасайтын болған. Натальяның бір өзі шығып кеткенін көріп артынан барған. Артынан патрульный
полицияның машинасы келген, бұл қызды қинап патрульный машинаға салған. Сол кезде бұл кісінің бетін тырнап алған Наталья. Қаланың шетінде бір полицияның үйі бар екен, ешкім тұрмайтын. Сол жерге қызды апарып, 5 полиция зорлаған. Бірінші мына 3 полицейскийдің зорлағаны анықталады, 2 ДНК кімге тиесілі екені анықталмайды. Бұл үшеуі өмір бойлыққа сотталады, а Густаво Фернандес зорламаған үшін просто за похищение 25 жылға сотталады. Бірақ 10 жылдан кейін түрмеден шығып кетеді. Уақыт өте келе бір ДНК мына кісіге тиесілі екен анықталады, а бұл кісі начальник полиция болған екен. Бұл кісінің соты әлі күнге дейін созылып келе жатыр. Ал 5-ші ДНК кімге тиесілі екені анықталмаған. Америкада Корнелиус Майкл Андерсон деген жігіт 1999 жылы досымен бірге Бургер Кингке ұрлыққа түседі. Пистолетпен менеджерді қорқытып ақша ұрлаған жігіттер машинаға мініп қашып баратқанда машинаның номерін свидетельдер көріп қойған. Ол машина Майклдың машинасы болған, сондықтан Майклды полиция ұстап алады. Сот бұл жігітті 13 жылға соттайды. Майкл түрмеде бірнеше айлар отырған соң сотқа қайта апелляция береді. Сол кезде бұл жігіт залогпен үйіне уақытша босатылады, соттың шешімі шыққанға дейін. Соттың шешімі шыққан соң полиция айтады, өзіміз үйінен алып кетеміз деп. Үйінде ответ күтіп отырған, сот шешім шығарады, 13 жылға сотталды деп. Бірақ бұны ешкім алып кетпейді. Бұл жігіт әрбір күнін соңғы күн сияқты өмір сүреді. Өйткені бүгін кеп қалар полиция, ертең кеп қалар полиция деп күтіп жүрген, бірақ полиция келмейді. Сонымен жылдар өте береді. Бұл жігіт өзінің строительный бизнесін ашып алады. 2007 жылы үйленіп алады. Бірнеше бала шағасы туылады. Сонымен 13 жыл өтеді. 13 жылдан кейін түрмедегілер бұны түрмеде отыр деп ойлаған екен. Естеріне шығып кеткен бұның үйіне кеткені. Сонымен түрмеден босатайын десе, Майкл Андерсон жоқ. Сол кезде полициялар түсінеді, бұл жігітті ұмытып кеткендерін, түрмеде отырмағандарын түсінген полициялар спецназ болып бұл жігіттің үйіне барады. Майклды қайта қамаймыз деп сот болады, бірақ сот бұның 13 жылда қалай өмір сүргенін көріп, налог төлеп жүргенін көріп, ешқандай нарушение жасамағанын көріп, және адамдарға зиян тиетін нарушение жасамағанын көріп, босата салайық дейді ғой. Сонымен бұл жігіт бостандықта қалады. Өте жолы болғыш жігіт екен, қылмыс жасап тұрып, түрмеге қамалмаған. Америкада Джеральд Маклемор деген музыкант жігіт бір әйелмен бірге тұрған, әйелін ұрып, ол әйелі Алиса деген. Бұл кісіні сотқа берген за домашнее насилие. Жігітті условно соттайды, сосын психологиялық лечение алу керек деген қағаз береді. Бірақ бұл кісі лечение алмайды. Бір күндері Фейсбукта прямой эфирге шығады. Прямой эфирде торс денесін үстіңгі жағын жалаңаштап алып, үстіне керосин құяды. Керосин құйып болған соң барға кіріп, Алисаның қасына барып, Алисаның қолын алып денесін сүртіп, қош бол деп айтып, өзін өртемекші болады. Мына қыз керосиннің иісін сезгендіктен қаша бастайды. Сол кезде жігіт өзін өртеп, осы қыздың арқасынан жүгіреді. Бұл жігіт бірге өлгісі келген ба, ойында не болған түсініксіз. Қыз қорыққаннан бір есіктің ішіне кіріп есікті ұстап тұрады, а бұл сырттан есікке жанып жатыр өзі, бірақ айқайлап есікке жабысады. Алисаның күші келмей есікті жібере салып, бардың ішіндегі бір клуб жағына тығыла бастайды. Сол кезде басқа бір еркек бұл жігіттің аяғын шалып құлатады. Денесіндегі отын өшіреді, скорый шақырады, бірақ скорый бұл жігітті аман алып қаламайды. Солай Джеральд реанимацияда өліп кетеді. Видеосы 6 сағатқа дейін Фейсбукта жүреді, бірақ 6 сағаттан кейін модераторлар ол видеоны көріп, жуткое видео екен көріп, өшіріп тастайды. Мүмкін бұл жігіт психологиялық лечение алғанда олай жасамас па еді. Махаббат па, одержимость па, әлде психологиялық ауру ма? Қалай ойлайсыздар?